Қайырлы күн достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Ал менің бүгінгі бөлісейін деп тұрған видеом бұл ащы құрт, тұзды құрттың видеосы болмақ. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк, комментарий жазып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Міне, мен уже жасап болып қалдым. Бұл ащы құрттың рецептісіне тоқталатын болсақ, ұйыған сүт, ешқандай қоспасы, ешқандай химикатсыз ұйыған сүтті 2-3 күн қойып дорбаларға сүземіз. Дорбаларға сүзгеннен кейін ол сүтіміз қоймалжың болып тұрады. Көбіне көп солай болады. Оның суын әбден кетіру үшін ауыр таспен бастырып қоямыз. Тағы бір күн бастырғаннан кейін тұзын араластырып, осындай құрт жасаймыз. Тұзды құрт өте дәмді, қысқа сақтауға өте қолайлы құрттардың бірі болып табылады. Алдыңғы видеомда тәтті құрт туралы бөліссем, осы видеом міне тұзды ащы құртқа арналмақ. Менің құрт жаятын сеткамда тәтті құрт тұрады, ал ащы құртты мен осындай қолдан жасалған сеткаларға жайып қоямын. Бұл да лайфхактың бір түрі, пайдалансаңыздар болады. Міне осылай сыммен күйеуім өріп берген, осы сым арқылы іліп орналастырамын.